Ертең демалыс қандай жоспар бар қыздар? Сен мисс Арденсің ғой, теннис клубыңа шақырмайсың ба бізді? Теннис клуб? Иә, күшті болар еді. Иә, ертең бәрің теннис клубта күтемін. Лия, сен де кел, өмірде бірінші рет өз көзіңмен көресің. Мисс Арден өзінің теннис клубына шақырды, барамыз ба? Әрине, ағасы да келсе ғой, Арден мырза танысып алушы едік. Иә, мисс Арденмен құрбы болу керек. Элио маған күледі ғой. Қайдан білсін нағыз мисс Арденмен екенімді? Элио, не бүлдірдің? Енді не істеймін? Қызанақ тәтем бар ғой, соған хабарласам. Алло, қызанақ тәте, мен Элиомын. Сәлем, айта ғой. Сіз айтқандай Арден мырзаның компаниясына жұмысқа тұрдым, рахмет сізге. Арден мырза кемпелжан. Тағы айтарым бар, сіз Арден мырзаның теннис клубында жұмыс істейсіз ғой. Мен достарымды сол жерге шақырдым, өтініш көмектесіңізші. Сәлеметсіз бе, бізді мисс Арден шақырған еді? Мисс Арден өзі айтты ма? Иә, сіздерге ескерттім деген. Маған айтқан еді. Жарайды, кіріңіздер. Тоқтай тұрыңыз, кортқа кіру үшін тіркелу керек. Сізде бронь бар ма? Бронь керек емес, мен мисс Арденмін. Мисс Арден, қызық екен, онда құжатыңызды бәрібір көрсетіңіз. Айттым ғой, мен өзім мисс Арденмін, мені бәрі таниды. Бүгін мисс Арден келеді деген, қалайда достасып алу керек. Мені ұнатып қалса, жақсы болар еді. Бәрі дұрыс, өткізе беріңіз. Жақсы, өтсеңіз болады. Рахмет. Мен кеттім. Мені Элио ұятқа қалдыратын болды, өтірік өзіні мисс Арден деп таныстырыпты ғой. Ал Лияның алдында мен не болдым? Күзетші Элионы кіргізбей тұр еді, мисс Арденмін десе де, Лия айтқанда бірден келісті. Сонда нағыз мисс Арден кім?